Так, жаңа сабақ атайық, quiz app деген. Quiz app-ның басында splash screen жасауға болады. Ең алғашқы, бірақ splash screen деген біз алдыңғы сабақта өттік. Сол үшін бұл уақытта оған уақытымызды кетірмей қойып. Бүгін өтетін, мысалы, бірінші бір дизайн жасаймыз. Бірінші лейбл қоямыз. Лейблда кішкене үлкенірек қылайық лейблді. Бұл жерде не болады? Question. Ең алғашқы неде? Question болу керек та. Quizда мынандай көк цвет қыламыз да. Questionның цветін ақ қылайық. Иә. Сұрақ бар ма? Так, бізде questions деген жасадық. Мына жерде біздің сұрақтар шығады. Енді сұрақтардан кейін біз 4 кнопка қоямыз. 4 баттон. 4 баттонда ол біздің нелеріміз сұраққа жауап беретін варианттар. 4 баттон қойдық. Так, бірінші баттоннан кейін margin top кішкене 30 қылайық, астылары түссін. Және мұнда бізде width'та fill container қыламыз. Әдем болсын барлығында бірдей. Так, тез-тез. Тапшай қосылады. Margin topқа 10 қылайық. Сұрақтарын бір-бірін ашылу үшін. Мынау дизайндар уже қызық емес болып кетті. Background color'ды ақ қыламыз да, text color'ды қара қыламыз. Және мына жерде fill container қыламыз. Text color қара, background color ақ. Background color ақ, text color қара. Text color. Так, жасап шықтық. Енді баттындардың тексттерін алып тастайық. Енді алғашқы ашылған кезде әдемі емес баттон болып жазылып тұруы мүмкін да. Question жасадық, баттон жасадық. Енді ортасына, questionның басының ортасына бір лейбл қоямыз. Лейбл ол бізде жауап берген сұрағымыз дұрыс емес екенін не істейді? Айтады. Correct, incorrect деген сияқты. Лейблға басында мысалы correct деген сөз жасаймыз. Потом мына жерге 24 қыламыз. Color'ды мысалы color'ды color ақ болсын. Бастапқыда ең алғашқы question шығады. Мысалы questionге мынандай болсын. 1 қосу, мысалы бірінші question 1 қосу 1 болсын. Мысалы ретінде. Correct деген сөз басылмай тұрып бізге шығуға болмайды ғой. Сол үшін correct деген нәрсені біз visible'ды өшіріп тастаймыз. Өшіріп тастаған кезде бізде мынау экранда не істейді? Көрінбей қалады. Осылай болып тұрады да. Так, бұлай сұрақты істедік, жауаптарын жасадық. Енді соңында не істейміз? Score енгіземіз. Score деген біздің жинап жатқан балымыз қанша болған, иә? Бұны кішкене үлкейтейік. Color'ын ақ қылайық. Жерге Score 0 дейміз да. Белгіледік. Бірінші сұрақ деп тұрады. Сұрақтардың варианттары тұрады, потом белгілеген нәрсе тұрады. Так, дизайн барлығы біттік. Екінші степ не істеуіміз керек? Екінші степте дизайндағы лейблдардың ID-ларын өзгертіп шығу керек. Әйтпесе бізге шатасамыз да, қазір блокқа кіргенде. Question label дейміз. Ортасындағы лейбл бізде көрінбей тұр. Сол үшін мына жақтан басамыз да. Label restic, результат деген, correct, incorrect деген. Енді button 1 деген, button 1 емес, answer 1. Answer 2. Answer 3. Так, барлық ID-лар өзгертіп шықты. Енді score-дікін өзгертейік. Label score. Енді осы жерде, мысалы біздің сұрақ жасалды, варианттар жасалды, score болды да. Бірақ біз әр сұраққа бөлек-бөлек бір экран ашып жүре алмаймыз ғой. Әр сұраққа, мысалы бізде 20 сұрақ болса, 20 экран ашқанымыз дұрыс емес қой. Сол үшін не істейміз? Сұрақтарды осы бір экранмен
база данных арқылы өзгертесін жасаймыз. База даннықты біз алдында local storage деген қолдандық. Енді бүгін local db деген қолданамыз. Local db деген көрінбейтін компонент енгізген кезде артында тұрады. Потом click to edit data table деген болады. Осыны басамыз да осы таблицаны үйренуді қолдануды үйренеміз. Мысалы мұнда бізде колумдар шығады. Мысалы бірінші колумды questions деп өзгертейік, немесе question column дейік. Екінші колумда уже answer колум болады. Answer 1 болады. Тағы бір колум енгіземізді. Answer 2 болады. Answer 3 болады. Answer 4 болады. Так, сұрақ енгіздік, варианттар енгіздік. Енді қандай не керек? Колум керек? Correct answer деген колум керек. То есть қай сұрақ дұрыс екенін білетіндей. Енді сұрақтарды құрастырайық. Мысалы, бірінші сұрақта 1 дейміз да. Так, output 1 қосу 1 дей салайық. Мысалы, мына жерде сұрақтар. Келесі сұрақ. What is a tankable салайық. Әртүрлі сұрақтарды жазып шығамыз. Үшінші сұрақтарда output 2 қосу 3 дей салайық. Енді мұнда өзіміз вариант береміз. Мысалы 3, 2, 4, 5 болады. Мысалы мына жерде 3, 4, 5, 6 деген болады. What is a tankable дейді. Мысалы web дей салайық. Mobile. Так, одан кейін қандай варианттар бар? Video, design дей салайық. Так, варианттарын бәрін жаздық. Сұрақтарды жаздық. Енді бізге correct answer жасау керек. Мысалы біріншінің дұрыс жауабы қандай? 2. Үшіншінің дұрыс жауабы 2-ге 3 қосса 5. Мына жақта дұрыс жауап, мысалы mobile дей салайық. Осы mobile болсын. Таблицаны жинадық. Жарайды. Енді таблицаны не үшін қолданамыз? Мысалы сұрақтан таблицасын істедік. Дизайн бәрін жасадық. Осы жерде сұрақ жоқ қой. Сұрақ жоқ сияқты. Бүкіл дизайндар жасалған. Енді не істейміз? Блокқа өтеміз, е? Блокқа өткен кезде ең бастапқыда бізде сұрақтарды жинауымыз керек. Біз мына жаққа әлі не істедік? Сұрақтарды жинаған жоқпыз. Ол біздің таблицада тұр. Блокқа кіреміз де, мына жерде screen ашылған кезде деген бізде не бар? Функция бар. When screen opens, то есть экран ашылған кезде біздің сұрақтар не істеу керек? Жиналу керек. Сұрақтарды жинау үшін мысалы question label'ды аламыз да. From question label set text, мына жерге сұрақ қойылу керек. Сұрақ, мысалы 1 қосу 1 деген бағана сұрақты біз өзіміз қолмен жазамыз, немесе қайдан аламыз? Local db-дан аламыз. Local db get cell деп. Local db-дан аламыз да. Так. Мына мен set cell-ға алып жүрдім да. Так, local db get cell деп алсақ, мына жерде былай құрастыруға болады. Енді column name. Колум бізде мұндақта сұраққа жауап беретін колумның аты қандай еді? Мынаны кіреміз де, қайтадан көрейік. Question column екен. Мынаны жазбай былай көшірген ыңғайлы. Ой, пасты дедім. Көшірген кезде тура сол атын жазу керек та бізге. Егер қателік жазып қойсақ, таппай қалады. Және row number. Row number қандай болады? Тағы көріп алайық. Мысалы row number деген мына номерлер, роулар. Бірінші номер екен. Бізге бірінші сұрақ өзгеру керек. Значит, не дейміз? 1 дейміз. Кеттік. Question'ге қойдық. Енді дубликат жасаймыз да. Answer 1-ге question емес, answer 1 дегенді қоямыз. Мұнда қай колумнан аламыз? Answer 2 деген колумнан аламыз. Бәрін дубликат жасап шығайық. Мына жерге answer 2 деген баттың өзгертеміз. Answer 3 деген баттың өзгертеміз. Answer 4 деген баттың өзгертеміз. Мына жерде 4 болады. Мұнда 3 болады. Так, сұрақтарды жинап шықтық. Давайте, бірінші степ бітті. Таблицаны құрастырдық, дизайн жасадық. Енді осыны не істеу керек? Превью жасап тексеріп көрейік. Превью жасадық. Output 1-1. Мына жерде бізде варианттар шықты. Дұрыс қой? Енді бірінші сұрақты қойдық. Енді біз не істеуіміз керек? Қай сұрақ басылған кезде дұрыс жауап берілді, дұрыс емес жауап берілді. Соны тексеруіміз керек. Давайте, бірінші кнопканы басқан кезде, answer 1 деген кнопканы басқан кезде біз тексеруіміз керек. If-пен тексереміз. Так, біздің контрол қайда? If. Я сұрақ. Конечно, братан.
Болды. Енді when button бір басылған кезде біз тексеруіміз керек. Мына жерде мазда бізде жоқ, логикада равно деген нәрсе бар. Осыны қоямыз да. Бірінші мұнда не аламыз? Біздің неміздің кнопкамыздың текстін аламыз. Өйткені кнопкамыз басылып жатыр ғой. Соның текстін алып тексереміз. Bir жағына текстті қоямыз. Екінші жағына мынау get cell'дің ішіндегі колумның несі correct answer жазылған ғой. Осыны дубликат жасаймыз да мұнда қоямыз. Так, бұлай өзгертейін. Мұнда қоямыз. Енді question column емес, қандай колумнмен тексеру керек? Тағы да барып, қателеспеу үшін барып көре салайық. Correct answer деген колумнды көшіреміз да. Блокқа кіріп, мұнда бұлай қоя саламыз. Кеттік. Бірінші роуда. То есть, егер кнопкамыз басылған кнопкам текст аламыз, бұл 2 деп тұрады. Егер Excel'дағы correct answer'дағы текст екеуі бір-біріне тең болса, онда бізде не болды? Correct болды. То есть, біздің дұрыс жауап берілді. Енді осы жерде бізге не істеу керек? Scoreға бірге көбейту керек. Енді scoreға бірге көбейту үшін алдыңғы сабақта біз variable деген өткенбіз. Бүгінде тағы қайталайық. Мынандай бір variable ашамыз. Initialize дейміз, мына жерге score деген variable ашамыз. Бастапқыда бізде score қанша тең болады? 0-ге тең болады. Өйткені score болған жоқ қой әлі. Мұнда келеміз де, сол score'ды не істейміз? Change by 1 деген бар. Change by 1 деген өз-өзіне бірді қосады деген сөз. Өйткені бізде correct болды ғой. Өз-өзіне бірді қостық та, одан кейін не істедік? Label score'ға set text дедік та. Мұнда келеміз де, score деп, мына жерге бірді жазу. Score нені variable қосу керек. Бірақ мына жерде біз қосамаймыз. Ол үшін біз текст аламыз да, join'ды алып, екеуін былай қосамыз. То есть, екі string'ті бір-біріне қосамыз. Мына жерге score деген сөзді қосамыз. Мұнда word деген не істейміз? Алып тастаймыз да, оның орнына variable'дан app score деген қосамыз. App score деген ол біздің variable, нақты ашылған. Оны бірге үлкейттік, score'ға екеуін қойдық та, score'ды жасадық. Бірге көбейді. Енді мұнда бізде ортасында correct, incorrect деген шығатын label болу керек. Соның дизайнын құрастырайық. Мысалы, дұрыс болған кезде ол label бізде, label rest'те не болу керек? Set text. Correct болу керек. Set text correct болды. Label текстті дубликат жасаймыз да оның түсін ақ түске өзгертейік. Болды. Так, бірінші жауап дұрыс белгілейтін болсақ, өзгерді. Айты, осыны тексеріп көрейік енді. Қараңдар. Біз мына жерде бірді ғана тексеріп жатырмыз да қазір. Мынаны бастап бізде incorrect болу керек та, бірақ бір нәрсені біз дұрыс емес жасадық. Мына жерде біздің label'ımыз, set rest label'ımыз invisible болып тұр. То есть көрінбей тұр қазір ол. Соны көрсететіндей қылып, ең былай. Так. Осы жерге қойық та. Мына жерде set visibility деген бар. Осыны алып true дейміз. То есть көрсететін қыламыз. Так, давайте енді тексеріп көрейік. Біз мына жерде бір вариант жасаған жоқпыз, incorrect деген вариант жасаған жоқпыз. Егер дұрыс болса, correct болады. Else, яғни else деген сөз бірінші if-қа кірген жоқ деген сөз ғой. Else-ға incorrect деген шығу керек. Incorrect дегенде мұнда label'ды құрастырып шығайық. Ең бірінші цветін өзгерту керек қой. Одан кейін барып incorrect. Цветін өзгерткен кезде мен қызылға өзгертем, incorrect болған кезде. Қызыл қаттырақ көрінеді да. Incorrect дейді, уже мына жерде score'ға өзгермейді. Вроде дұрыс. Давай тексеріп көрейік. Біз тек қана бірінші кнопкаға ғана обработкашауды жасадық. Мына кнопканы мысалы бірге бірді қосы 2 ғой. Біз бірақ 2-ке басып жасаған жоқпыз, 3-ті бастық. 3-ті басқанда incorrect дейді да, score'ға және ештеңе өзгермейді. Давайте осыны correct жасайтын вариант жасайық. Сонда не істейміз? Мынаны дубликат жасаймыз толығымен. Осыны аламыз да, мұнда қоямыз да, екінші кнопканың басылғанын тексереміз. Мына жерде екінші кнопканы тексереміз. Так, қалғандары вроде дұрыс. Так, кеттік тексерейік енді. Сұрақ тұр, варианттар тұр, score тұр. Но incorrect болды, мұны бассақ, incorrect болды да, 2 болды. Тоқтаңдар. Басына тағы бір превью жасап көрейік. 2 басқанда бізде correct шығу керек. Correct шықты, score 1-ге көбейді. Мына correct деген қалып кетті. Осы жерге дейін сұрақ бар ма?
түсінікті ма? Кеттік. Енді қараңдар, correct деген сөз, сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ, күшті. Бізде correct деген сөз мына жерде қалып кетті. Ал correct екенін түсіндік. Бірақ енді бұл келесі сұрақ өткен кезде correct деген бізде жоқ болып кету керек қой. Қай сұрақ correct, incorrect екенін түсінбей қалдық қой. Сол үшін мұнда біз алдыңғы сабақта қолданған бір функцияны қолданамыз. Бұл жақта да. Мұнда бізде wait дейтін функция бар. Естеріңде болса, күту деген. Wait дегенді мұнда 2-3 секунд күткіземіз да, 3 секундтан кейін не істейміз? Set visibility дегенді false қыламыз. Яғни біздің label ресіміз не істейді? Жоқ болып кетеді. Ол тек қана бізге не шығаратын ғой? Дұрыс емес екен ғана шығаратын да. Енді екінші labelға да қоямыз соны. Кнопкаға. Енді мына жақта тік дейміз да, мынаны тастаймыз. Енді тағы рет тексеріп көрейік қалай болған. Проектіміз күрделеніп жатыр. Бір көз жасау үшін. Мысалы, 2-ні бассақ correct дейді да, 2 секунд, 3 секундтан кейін жоқ болып кетеді. Көрдіңдер ме? 1-ді бассақ incorrect дейді да, жоқ болып кетеді. 3 секундтан кейін. 2-ні басамыз, correct дейді да, жоқ болып кетеді. Скорымыз көбейіп жатыр. Так, түсінікті. Енді келесі степ қандай? Кім айта алады? Келесі степте не істеуіміз керек? Екінші сұраққа өтетіндей. Қазіргі білімімізбен екінші сұраққа өту үшін біз не істеуіміз керек? Екінші экран ашу керек. Сол экранда бүкіл осы кипштің бәрін қайталап шығу керек, Немесе екінші экранға, екінші сұраққа өту үшін next деген кнопканы қоямыз. Мысалы, немесе былай істейміз. Мынаның барлығын дубликат жасаймыз да. Так. Мысалы, мына answer'ды мұнда қояйық. Кнопканы, мынаның барлығын дубликат. Мына жерде бізде екінші сұраққа переход жасау, мына row-дің колум арқылы ғой, номер арқылы ғой. Бүкіл кипшті аламыз да, мұнда тік кетіп қоямыз. Давайте осы кипшті арқылы өтуді көрейік. Мысалы, екінші row-ға өтейік. Нақты дубликат. Так, енді екінші кнопкаға да осы дубликатты алып, мұнда алып барайық. Барлық кипшіламызды мұнда қоямыз. Бізге керек емес. Екінші кнопка басқан кезде де екінші сұраққа өту керек. Жарайды, тексеріп көрейік. Біріншісін correct жасайық, correct жасадық. 3 секунд деген күтеді. 3 секунд деген көп сияқты. Мұны біздің екінші сұраққа өтті. What is the tankable? Web, mobile, video, design. Мұны шығып тұрады. Mobile десек, incorrect шықты. Бұл жақта біз дұрыс емес тексеріп қалдық. Так, мынаны тексере салайық. Неге? Жоқ. Мына жерде row number'ды дұрыс емес тексердік қой. Екінші сұрақта. Екінші сұрақта мына жерде row number 2-мен тексеру керек, 1-мен емес. Бізде 2-мен тексеріп тұр. Мына жерде загвоздка болып қалды. Енді бұны өзгертетін бірінші басқа нәрсе өзгертейік, одан кейін қазір түсінесіңдер. Енді қараңдар. Вроде бәрі дұрыс деп тұр. Бірақ бізде кнопканы басқан сайын мынандай громоздкий кодты жаза бермейміз ғой. Одан кейін программисттерде мынандай бір правила бар. Бірінші проект істеп тұру керек. Жұмысы барлығы дұрыс істеп тұру керек проекттің өзі. Істеп тұрғаннан кейін не істеу керек? Оптимизация жасау керек, оңай оқылатындай қылып, немесе кодтың количествосы азаятындай, немесе келесі программист көргенде сенен кейін оңай болатындай. Қараңдар, мұнда барлығы дубликат болып отыр. Мына жерден бастап, мына жерде барлығы дубликат. Тек қана не өзгереді? If-тің ішіндегі answer 1 мен answer 2 ғана басқаша, қалған барлығы қандай? Бірдей. Осының барлығын қалай біз оптимизация жасай аламыз? Осы жерде бізде жаңа көмектесетін бір не бар. Так. Бірінші не істесек болады? Бірінші бір жаңа variable ашамыз. Мына жерде мысалы қараңда бізде 1 деп тұр, одан кейін 2 деп тұр, одан кейін 3 деп өзгеру керек та. Біз каждый раз онда 1, 2 деп жазып жүре алмаймыз ғой. Сол үшін бірінші жаңа variable ашамыз. Initialize деп жаңа variable қоямыз да. Бұның атын counter дейміз. Counter'ды бастапқыда 1-ден бастаймыз. Өйткені біздің row ID'miz, counter емес, row number дейік. Row number 1-ден басталады. Енді осы жердегі row number'дың барлығын алып, мына жерге не істейміз? Қойып шығамыз.
не үшін application арқылы variable арқылы жасадық? Қазір түсіндіремін. Мына жерге де row number'лардың бәрін қойып шығамыз. Bir оптимизация жасаймыз, тексеріп көреміз. Екінші оптимизация жасаймыз, сөйтіп тексеріп, соңында так, енді number, мынаны дубликат жасай салу керек еді. Ладно, мына жаққа да қойып жасалайын. Біз әлі екі кнопканы ең жасадық. Үшінші кнопканы жасау үшін дубликат жасауға да болады да, бірақ бір өзгеріс жасайтын болсақ, қайта өзгеріс жасап жүру керек та. Row number өзгерттік. Енді row number, так, мынаны давайте 3 секунд деген көбейген, кішкене 2 секунд. Row number деген бізге не үшін керек? Бір сұрақ болған кезде row number'ды change by 1 деп аламыз да, мұнда келесі сұраққа өзгерте саламыз. Мына жерде row number деп өзгерте саламыз. Сол кезде бізде бастапқыда row number 1 болады, бірінші сұрақтардың бәрін қойып шығады. Экран ашылған кезде, одан кейін кнопка басылған кезде row number 2-ге өзгереді де, мұнда не істейді? Екінші сұрақтар пайда болады. Одан кейін тағы бір кнопка басқан кезде row number 3-ге өзгереді, өйткені by 1 деген өз-өзіне бірден қосылып тұрады. 3-ге өзгереді де, уже үшінші нені сұрақтарды шығарады. Көрейік. Оны тест жасап көру керек. Мысалы, біріншісін тексереміз, incorrect болады. 2 секундтан кейін келесі сұраққа болады. Тағы басамыз, incorrect болады. 2 секундтан кейін үшінші сұраққа. Ол сұрақтар өзгеріп жатыр. Дұрыс, е? Так, сұрақтар өзгерді. Енді проект істеп тұр. Бұдан да тағы қалай оптимизация жасауға болады. Мынада байқап қарасаңдар, мына фрагменттегі біздің кодпен мына жердегі код не екеуі бірдей. Значит, бұл екеуін не істеуге болады? Бір жолмен оптимизация жасауға болады. Қалай жасаймыз? Осы жерде жаңа бір тағы блоктың несімен үйренеміз, functions деген, функция деген. Java'да, Python'да методы деп аталады. Осы методы дегенде келесіңдер. Құдай қаласа, может келген шығарсыңдар. Енді functions дегенде мұнда бір function ашамыз. Кішкене жақындатайын. Функцияның атын мысалы change question дейін. Енді мұнда аламызда барлығын алып мұнда кеп қоя саламыз. Мұнда бізде функцияның аты change question, функцияның ішінде мынандай операциялар орындалады. Енді open жасалған кезде мұнда осы change функцияны қалай қолданамыз? Functions'іне кіремізде бізде change function деген, question деген методтың аты шықты. Осыны алып мұнда не істей саламыз? Қоя саламыз. Сол кезде opens болған кезде мынандай бізде функция орындалады дейді. Ал функцияның ішіне кірсеңдер, мұна бүкіл нелер сұрақтың өзгеруі орындалады. Енді мына функцияны қайда да қолдануға болады? Мысалы, бүкіл кипіштің бәрін алып тастаймыз да. Functions келеміз да, мұнда тікет қоя саламыз. Келеміз да, мұнда қоя саламыз. Түсінікті ме осы жерде? Ол оптимизациямыз. Сұрақ бар ма? Функционға байланысты. Қыздар, түсінікті ғой да? Ары қарай жалғастыра беремін онда. Енді қараңдар, change question жасадық. Енді мұндақта тағы бір оптимизация, бірінші оптимизация жасадық, тексеріп көрейік. Может, бір жерде қате жасадық, қазір ары қарай жасауымыздың қажеті жоқ. Бізде функцияда бізде сұрақтар өзгеру керек. Өзгеріп жатыр. Болды. Так, енді мұнда екі баттың кнопканы көрсек, екеуін бір-біріне қарап, теңесіп қарап көрейік. Екеуінде де дубликат болып отқан нелер бар, сөздер бар. Мұнда мысалы app бірге өзгереді, мұнда барлығы почти бірдей дубликат болып жатыр, тек қана мына жерде ғана дубликат емес. Бұл жерге не істесек болады? Жаңа бір функция ашуымызға болады. Так, бірінші функцияны былай істейік. Бірінші correct деген функцияны ашайық. Егер біздің неміз дұрыс болса, онда correct болса, мұнан барлығы орындалу керек. Мұнан барлығын әкелеміз, бұл жерге қоямыз. Одан кейін тағы бір функцияны ашайық. Incorrect деген. Дұрыс емес болса жауап бергеніміз. Incorrect болса, мына лейблдер әкеліп қойылу керек. Так, қойдық. Енді correct'ті қолданамыз. Correct әкелеміз, мұнда қоямыз. Function incorrect әкелеміз, мұнда қоямыз. Мұнан барлығын аламыз, өшіреміз де. Мұнда кеп correct'ті қоямыз.
Мұнда келіп incorrect'ті қоямыз. Так, бұны тексеріп көрейік. Бізде correct, incorrect деген шығу керек. Дұрыс шығып жатыр. Бірінші correct'ті тексермедік, тек қана incorrect тексердік. Оны correct деген дұрыс шықты. Так, бұл оптимизациямыз істеп тұр. Кеттік. Енді тағы қандай оптимизация жасауға болады? Бізде мұнда row number деген тексеретін кезде тек қана бірінші номермен ғана тексеріп жатыр да. Бізде row number'ды өзгертіп отыратын қандай уже функция бар? Row number деген variable бар. Осы variable'ды әкеліп мұнда былай қоясақ болады. Так, мұнда әкеліп қоямыз. Өзгерді. Енді мынау екі фрагмент бір-бірімен дубликат болып тұр. Осы жерін функция ашайық, осы жерге. Функция ашамыз да. Функцияны атын не деп жазсақ болады? Next question дейік. Осында әкелеміз де, мұна өзгертеміз де, variableға келіп, next question деп қоя саламыз. Функция әкелеміз де, next question деп қоя саламыз. Так, тексеріп көрейік енді. Так, output бізде енді correct, incorrect'ің бәрі осы екі кнопкада жасалу керек. Mobile correct жасады. Так, 2-3-ті қоссақ, 3 пен 4-ші кнопка біз істемейді әлі. Былай басамыз, incorrect. Істеліп тұр. Так, енді былай қараймыз. Мына жерде тағы қандай оптимизация жасай аламыз? Менің ойымша уже болды, оптимизация жасай алмаймыз. Тек қана мына жердегі кнопканың несін ғана жасай аламыз, оптимизация. Кнопканың текстін. Мына жерде answer 1-дің текстін алу керек, мына жерде answer 2-дің текстін алу керек. Осы жерде сұрақ, мына екеуін оптимизация қалай жасай аламыз? Функция арқылы. Variable арқылы оптимизация жасауға болады. Variable ашып жасаймыз, мысалы, мына жерде clicked button деген бір variable ашайын. Бастапқыда тексті, мысалы, пустата болсын. Кейін так, if басылған кезде функцияға біз тексті беріп жібере аламыз ба? Функцияға тексті беріп жібере аламыз. Функция ашамыз. Функцияда check answer деген функция ашайық. Check answerға дубликат жасаймыз да, мұнан әкеп былай қойамаймыз. Check answer функцияда бізде екінші түр бар мұндай. Check answer деген return type'пен. Check answer дейміз да. Мұнда return type'пен қоямыз. Яғни, мұна жерде тексерген кезде бізде не болады? True немесе false болады. Или дұрыс болды, или немесе дұрыс емес болды. Сол кезде ол return жасайды. Енді мұна жерде енді answer 1-мен тексере алмаймыз ғой, тек қана button. Бұның орнына нені қоямыз? Қандай ойларың бар? Clicked variable дегенді атын clicked button тексті аламыз да, осы функцияны variable'ды қоямыз, сол кезде тексереді. If-тің орнына мұна функцияны қоя аламыз ба? Check answer қоя алады екенбіз. Мысалы, супер. Енді осының оптимизациясын жасадық. Қазір тексеріп көрейін. Істесе түсіндірем, істемесе бұл момент есімден шығып кетеді. Так, 2 incorrect болды. Дұрыс емес деп жатыр. Так, мына жерде не дұрыс емес болып жатыр бізде? Біз variable'ды. Біз variable'ға текст өзгертпедік қой мұнда. Set answer 1 басылған кезде clicked button текст. Мұнда не болу керек? Мынаның тексті болу керек қой. Тексті басылады, сол өзгереді, кейін сол тексті мұнда тексереді. Мына жерде answer 2-нікі.
коррект жасалды. Ештеңе өзгерген жоқ, байқадыңдар ма? Просто перезапуск жасадым, бір кішкене уақыт керек болды ана кодты обработка жасағанға. Енді бізде коррект деген сөзді шығарып жатыр. Кейде таңқылда осындай болып тұрады екен. Сразу қате болды деп ойлап қалмаңдар. Так, максимум не жасаған сияқтымыз? Оптимизация. Енді осыны бір рет жүріп өтейік функциялармен. Біз мындай 3 variable аштық. Мыналар variable деп аталады. Score дегенді 0-ге теңестірдік, roll number 1-ге теңестірдік, click buttonды пустой текстке теңестірдік. Және осы сабақта функцияларды өтуді үйрендік. Мынандай бір функция ашылады, функцияның аты жазылады, ішінде жасалатын операция жасалады. Мына change question деген операцияда біздің local db-дан column арқылы және row number'ды беру арқылы тексттерін өзгертіп шықтық. Мұнда questions column'нан row number'мен алу арқылы текст question өзгереді, потом answer'ларға әрқайсысынан бөлек-бөлек жауаптар өзгереді. Мынақта column'ның аттарына байланысты. Кейін бір кнопка басылған кезде бізде click button дегенді answer текстқа теңестіреміз. Және де check answer деген функцияға өтеміз. Мұна кнопканы қарасаңдар мына жерде түсінікті болып тұр да. Check answer жасайды, correct болса correct функцияға кіреді, incorrect болса, дұрыс емес болса incorrectке кіреді, else'ға, одан кейін next questionға өзгереді. Бұлай бір көзбен қарағанда, то есть біздің проекттің структурасы түсінікті болып тұр да. Пока структура түсінікті. Енді әр функцияның ішіне кіріп, әр функцияның жасалу жолдарын үйреніп көру керек бірінші. Check answer кіреді. Мұндағы сақталған variable'дың текстін салыстырады немен? Local db-дағы correct answer деген колумнның аты бар колумнмен салыстырады. Row number-ға мұнда бізде row number өзгеріп отырады. Бастапқыда ол не болады? 1 болады. Значит, бірінші рет басылған кезде 1-мен өзгереді, екінші рет басылған кезде 2-мен өзгереді. Не үшін? Өйткені бізде row number өз-өзін қосып өзгертіп тұру керек. Row number өзгерткен жер қайда? Міне, row number өзгеріп тұр. Next question-да. Мынаны әкеп былай қояйық. Так, тексереді. Егер true болса, бізде true қайтарады. If ол неге кіреді? Do-ға кіреді. Do-да correct деген сөзді шығарады. Ол жерде не істейді? Label rest'і visible true болады. Потом correct деген сөзге өзгертеді. Color'ын ақ қылады. Потом app score'ды 1-ге өзгертеді, үлкейтеді. То есть дұрыс болған кезде score'ымыз көбею керек қой. Көбейді да. Label score'ға score мен app score'ды қосып, не істейді? Тексті шығарады. Incorrect болса, не істейді? Label rest'іміздің түсін қызылға өзгертеді. Visible-ды true қылады. Одан кейін не істейді? Incorrect деген тексті шығарады. Так, одан кейін next questionға өтеді. Мына жерде екеуін жасалып болғаннан кейін next questionға өтеді да. Row number'ымызды 1-ге көбейту керек. Келесі сұрақ өзгеру керек. Wait, 2 секунд күтеді кішкене. 2 секунд ішінде ол correct incorrect екенін көріп алу керек. Label rest'ті false қылады. Label rest өзгеріп қалады да. Change question деген функцияға өтеді. Change question деген функция ол біздің бағанағы келесі сұраққа өту функциясы. Мысалы, answer 1-ге өзгерттік, 2-ге өзгерттік. Мұнда енді онан дубликат жасап не істейміз? 3-ші кнопканы жасаймыз. Мына жерде тек 3-ті ғана өзгертеміз. Мұнда 4-ші кнопканы жасаймыз. Мұнда 4-ге өзгерттік. Так, бүкіл структураны проектті жасап шықтық. Енді дизайнға кіріп дизайнды тексеріп көреміз. Так, мына жерде коррект жасап көрейік. Енді бізде 3-ші, 4-ші кнопкада істеп тұр. Осыларды басып көреміз. Incorrect жасалды. 4-ші кнопкаға жете алған жоқ. 4-ші кнопкаға неге жете алған жоқ? Біз қай жерін дұрыс емес жасадық? Answer 2, 3. Мына жерде answer 3, 2-ді де клик болып қапты бірдей. Аны 4-ге өзгертуіміз керек. Екі коррект жасаймыз. 2 секунд күтеді. Mobile коррект жасаймыз. 6-5 коррект жасаймыз. 0-да коррект жасаймыз. Бізде 4-ші сұрақ жоқ. Мынау неде? Базданықта 3 қана сұрақ болған соң, соңында 0 деп шығады. Квиздің базовый шықты. Осыны жасап тексеріп көрсеңдер, өздеріңе ыңғайлы сұрақтарды жасасаңдар. Және сендерге бонус ретінде не жасауға болады? Бонус ретінде бонус ретінде екінші экран ашасыңдар. Екінші экранда бізде correct incorrect болған кезде бар ғой, мына result screen деген болу керек. Яғни сұрақтар біткен кезде, мысалы 5 сұрақ қайшын болу керек деп есептейік. 5 сұрақ біткеннен кейін осы result экранға өзі өту керек. Осы жақта
қанша скор? Мысалы, мынандай шығу керек. Correct answers. Correct answers 3. Incorrect 2 деген не шығу керек? Соңында результат шығу керек. Немесе осы басқа да түрде жазылсын. Мысалы, бірінші сұрақ correct болды, екінші сұрақ incorrect болды деген сияқты шешімдер болады. Как бонус ретінде.